Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Бүгінгі біздің бірінші сабағымыз электронды кесте элементтерін пішімдеу. Бүгінгі сабақта үйренетініміз Microsoft Excel терезе бөліктері, жұмыс кітабы, жұмыс парағы, ұяшық, диапазон ұғымдары, электронды кестенің негізгі элементтері. Электронды кестелермен жұмыс жасау өте тиімді. Өйткені көптеген математикалық амалдар мен күрделі есептеулерді жеңілдету кестелік процессорда автоматтандырылған жүйе арқылы іске асады. Электронды кестелермен жұмыс жасау арнайы программалар көмегімен жүргізіледі. Қазіргі таңда ең танымал кестелік процессор Microsoft Office пакетіне кіріктірілген қолданбалы программа Microsoft Excel. Microsoft Excel кейде кестелік процессор деп аталады. Электронды кестелермен жұмыс істеуге арналған қолданбалы программа. Енді Microsoft Excel қолданбалы программа ортасымен қысқаша танысып өтейік. Бірінші тақырып қатары терезені үлкейтуге, кішірейтуге және жабуға болатын батырмалардан тұрады. Екінші мәзір қатары программаның барлық функцияларына қол жеткізуге мүмкіндік беретін мәзір түрі. Үшінші құрал саймандар қатары пішімдеу мен өңдеуге арналған құрал саймандардан тұрады. Төртінші формулалар қатары ұяшық адрестер мен функция шақыру бөліктерінен тұрады. Бесінші жұмыс парағы жолдар мен бағандар қатарынан тұратын ұяшықтар реті. Алтыншы қалып күй қатары жұмыс парақтары тізімі, айналдыру жолақтары мен жұмыс режимдерінің индикаторларынан тұрады. Кестелік процессорда құрылған және сақталған құжатты жұмыс кітабы деп атайды. Жұмыс кітабы жұмыс парақтарынан тұрады. Әр парақтың атауы терезенің төменгі бөлігінде бірінші парақ, екінші парақ, үшінші парақ деп белгіленеді. Терезе іске қосылған мезетте бірінші парақ белсенді күйде болады. Жұмыс парағын өшіруге, қосуға немесе бір жұмыс парағынан басқа жұмыс парағына өтуге болады. Және де атын ауыстыруға болады. Электронды кесте жолдар мен бағандардан тұрады. Бағандар қатары латын әріптерінің ABC комбинацияларымен, жолдар сандармен 1, 2, 3 белгіленеді. Бір жұмыс парағы 16384 бағанды қамтиды. Жолдар бірден бастап 1,048,576-ға дейін нөмірленеді. Бағандар мен жолдардың қиылысуы ұяшық деп аталады. Екі немесе одан да көп ұяшықтардың жиынтығы ауқым, диапазон деп аталады. Ұяшық адресі сияқты ауқымның да өз адресі болады.